саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Тұрыш мектеп көбекжай кешенінің қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімі Полатова Гүлмира Ермекқызы. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы қазақ тілі мен қазақ әдебиеті сабағында жаңа технологияларды тиімді пайдалану. Баяндаманың мақсаты өмірге жан-жақты дайындалған, білімді, еңбек сүйгіш, ынталы, шығармашылыққа бейім, рухани интеллектуалдық тұрғысынан бай ұрпақ тәрбиелеу, білім беру. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде оқу үдерісінде ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану, білім беру саласын жақсартуда қолданыс аясын кеңейту керек. Компьютерлік техниканы, интернет желісін, электрондық және коммуникациялық құралдарды, мультимедиялық электрондық оқулықтарды оқу үрдісінде тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру керек деген болатын. Жаңа технологияны пайдалану барысында қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәнінен алған білімдері не үшін керек? Біріншіден, пәнге қызығушылығы артады, құлшыныс жігерін оятады. Екіншіден, шығармашылық қабілеттері артады. Үшіншіден, өз күш-жігеріне сенімділік, жауапкершілік пен ширақтық пайда болады. Төртіншіден, сауатты жазу мен сауатты оқуға дағдыланады. Бесіншіден, жылдам ойлауға машықтанады, білім сапасы артады. Алтыншыдан, оқушылар өз бетімен жұмыс істеп, ойын ашық әрі нақты жеткізуге үйренеді. Бүгінгі күні әлемдік ең озық білім кеңістік деңгейіне көтерілудің тиімді жолы білім беру саласын толықтай ақпараттандыру құралдарымен жабдықтауға байланысты болып отыр. Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 6 бабында білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық коммуникациялық желілерге шығу деп атап көрсеткен. Оқушының білімін толық жетілдіріп, болашақтың ойы ұшқыр азаматтарын тәрбиелеп жеткіземіз десек, олардың санасына жаңа технологиялық ақпарат құралдарына негізделген білімді сіңіруіміз қажет. Мектептегі білім беруді ақпараттандыру бұл заман талабы, ғасыр ағымы. Ұрпағымыздың кемеңгерлікке ұласқан ақыл-ойының, парасат пайымының және жаңа арнада өріс алған мәдениетінің асқар шыңы болып табылады. Оқыту барысында оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру үшін ақпараттық технологияларды, яғни электронды оқулық, слайд, интерактивті тақта, видео тағы басқа тиімді пайдалану әрі оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру арқылы жеке тұлға болып қалыптасу үшін білім, білік дағдыларын қалыптастыру, мектептің алдына қойған мақсаттарын шешуге пән мұғалімдерінің сапалық құрылымы мен әлеуметтік жағдайларын білу мен зерттеуді және қолдауды алдымыздағы бірінші кезекті мәселе етіп қойдық. Қазіргі кездегі білім берудегі мақсат жан-жақты, білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой талғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, оқушылардың дүниетанымын кеңейту, істеген ісіне тұжырым жасап, қорытындылауға келу, ойлау саналарын жетілдіріп, өз алған білімдерін іс жүзімен ұштастыра алуға жол ашу. Ақпараттық коммуникациялық технологияны сабақта пайдаланудың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасында біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану, ақпараттық кеңістікті әлемдік білім беру кеңістігі мен сабақтастыру болып табылады. Шәкірттің жеке тұлға ретінде дамуына ұстаздың өткізген әрбір сабағы шешуші рөл атқарады. Оқушы білімінің сапалы болуы ұстазының білім беру шеберлігі мен жаңа технологияны тиімді пайдалана білуіне, яғни кәсіби құзыреттілігіне тікелей байланысты. Өзім сабақ өткізу барысында сабақты тартымды және динамикалы түрде жеткізу үшін интерактивті тақтаны үнемі пайдаланамын. Осы орайда 5 сыныпқа интерактивті тақтамен өткізген қазақ әдебиеті пәні бойынша мақалды жалғастыр ойынын сіздерге үлгі ретінде көрсеткім келеді. Оқушылар жеке, топтық, жұптық формада жұмыс істеуге үйренеді. Сабақта уақыт үнемделеді. Білім сапасын арттыруға әсер етеді. Ақпараттық коммуникациялық технологияның оқушыға берер мүмкіндіктері. Оқушы түрлі ақпараттық, бейнелік, дыбыстық анықтамалар арқылы
білімін жан-жақты жетілдіреді, дамытады. Тақырыптан қалып қойған немесе дұрыс түсінбеген тақырыптарды қосымша қайталап алуға мүмкіндік беріледі. Пәнге деген қызығушылығы, ынтасы, шығармашылығы артады. Көзбен көру арқылы ойлау, есте сақтау қабілеті дамиды. Өз ойын сызба, сурет, кескіндеме, кесте, графиктік модельдер түрінде жеткізіп үйренеді. Түрлі деңгейдегі тест тапсырмаларын орындап, өзінің алған білімін тексереді, өз біліміне талдау жасайды және баға береді. Қашықтықтан немесе онлайн режимде байқауларға, интернет олимпиадаларына қатысып, білім, білік, дағдыларын жетілдіретін болады. Әр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады, ақпараттық сауаттылығы артады. Интерактивті оқыту әдісі оқушының оқу үрдісін ұйымдастыруға толық қатысатын белсенді тұлға болып қалыптасуына мүмкіндік ашатын тиімді оқыту әдісі. Интерактивтік тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше түрлі дыбыстарды оқушыларға естіртуге болады. Мысалы, құстардың үнін, судың дыбысын, тағы басқа дыбыстарды естіртуге мүмкіндік бар. Сонымен қатар айта кетерлік, мұғалім ғана емес, оқушы да тақтаны қолдана алады. Мұғалімнің іс-әрекетіндегі қалыптастырушы бағалау үдерісі келесі кезеңдерді жүзеге асыруды талап етеді. Біріншіден, құрал-сайман, кем дегенде бір компьютер, оқытушының идеалды түрде автоматтандырылған жұмыс орны, бірнеше оқушы жұмыс орны, видеопроектор және интерактивті тақта болуы тиіс. Екіншіден, компьютерде жұмыс істеу дағдысы бар мұғалім мультимедиялық проектор ережелерімен және интерактивті тақтамен таныс болуы қажет. Үшіншіден, білім беру өнімдері бар цифрлық компакт дискілер болуы қажет. Мен өз сабағымда оқулықпен жұмыс жасаумен қатар қосымша білім беру платформаларында пайдаланамын. Бұл платформалар сабақты, қызықты, нақты, көңілді өткізуге септігін тигізеді. Бұл платформаларда тек қана тапсырмалар емес, сонымен қатар әртүрлі тест тапсырмалары, қызықты ойындар, басқа да әртүрлі көптеген ақпараттар алуға болады. Оқушылар осы тапсырманы орындай отырып, сабаққа деген қызығушылығы артады. Өз баяндамамды қорыта келе, сабақта жаңа технологияны тиімді пайдалану заман талабы. Күнделікті сабақты таңқаларлықтай өткізу, бұрын-соңды болмаған ойын түрлерін қолдану, сөз жұмбақ, ребустар пайдалану, қазақ тілін жіті түсіндіріп, қазақ әдебиетінің мол мұрасымен сусындату, берілген тапсырманы өмірмен ұштастыру, әрбір оқушының шығармашылық жұмыс істеуіне жағдай жасау болып табылады.